Бисмилля. Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер шығыс медицинасы мен батыс медицинасының біріккен емдеу түрі бойынша терапевт Жұмадан Жарқынбекұлы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне негізделгенде 2015 жылы Б типті бауыр қабыну ауруымен ауыратын адамдардың саны бүкіл әлем бойынша 250 миллионнан асқан. Соның ішінде 880 мыңнан астамы сол Б типті бауыр қабынуының даму нәтижесінде бауыр қату мен бауыр рагына кіріптар болып, сол себепті қайтыс болған. Осы көрсеткіштерде бұл аурудың жаңағы дүние жүзі бойынша салыстырмасы жоғары екенін, әрі нәтижесінің адам өміріне қаншалықты қауіп келтіретінін білдіреді. Сонымен қатар көрермендерімізде осы бауыр аурулары туралы медициналық осылай кеңес беруді өтінген болатын. Бүгінгі айтатын аурумыз сонымен иншалла сол бауыр қабыну аурулары туралы болмақ. Енді бұл бауыр қабыну аурулары сол аты айтып тұрғандай бауыр клеткаларының зақымдалуы болып табылады. Енді бұның ішінде ауру себептері ең көбі әрине бауыр вирустарының жұғымдалуынан болатын бауыр қабыну ауруы. Сонымен қатар бактериялардың жұғымдалуы, дәрілердің зақымдауы, сосын алкогольдық ішімдіктердің себептерінен болатын бауыр қабыну аурулары да кездеседі. Енді бұл вирус жұғымдалу сипатындық бауыр қабыну ауру негізі 5 типқа бөлінеді. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ал енді бұның ішіндегі ең ауыры B, C, D, B, C, D типындағы бауыр қабыну аурулары. Енді бұның ауру сондай ауыр болу себебі де сол жаңағы келтіріп шығаратын ең соңғы нәтижесі, мысалға B, C, D, B, C, D типындағы бауыр вирусының жұғымдалу қабыну ауруы. Бұл жаңағындай жедел сипатты бауыр қабынудан созылмалы сипатты бауыр қабынуға өзгеріп, сосын ары қарай бұл ауру дами берсе, мысалға бауырдың қатуы, бауырдың рагына дейін өзгеріп, ең соңында адам өміріне қауіп төндіретіндігінде. Ал енді анау А типті мен Е типті бауыр қабыну аурулары, вирустық бауыр қабыну аурулары, олардың жаңағы қалпына адамға жұғымдалғаннан кейін ол аурудың қалпына келу 100%-ға дейін болады, яғни денеден жаңағы вирус түгелдей тазаланып, адам түгелдей қалпына келе алады. Енді осы вирустық бауыр қабынудың ішіндегі ең көп кезігетін әрі нәтижесі ең жаңағы ауыр болатында Б типтік вирус типіндік бауыр қабыну ауруы. Енді бұл ауруда енді ауру белгілері көбінесе біліне бермейді. Яғни жасырын түрде ауру пайда болуы мүмкін. Енді кейбір ішінара жағдайларда адамдардың жаңағыдай қатты шаршап шалдығуы, сонымен қатар тамаққа тәбет тартпауы, көзінің немесе терісі сарғаю сынды белгілерде, сонымен қатар ішке су жиналу сол сияқты белгілерде кездесіп жатады. Енді бұл ауруды сол диагноз қоюда жаңағы бауырдыңдағы жаңағы қанның анализі арқылы бұл ауруға диагноз қойылады. Сонда жаңағы бауыр ауруының жаңағындай вирустың жұғымдалу түрін ажырату арқылы бұл аурудың түрін белгілейді. Енді бұл ауруға қолданылатын дәрілерді айтсақ, батыс медицинасында энтекавир деген дәрі осы бауыр вирусын өлтіруге, бауыр вирусына қарсы көп қолданылатын дәрі. Әрине бұл енді химиялық дәрі, бұл ауруды емдеумен қатар бәлкім бауырдың немесе бүйректің қызметіне кері әсерлерін тигізуі мүмкін. Ал енді шығыс медицинасында мысалға шөп дәрілерді айтатын болсақ, енді бұл ауруға, осы Б типті бауыр қабынуға
көбінесе мисалга жагындай бир нече чөптерди атап көрсөтүүгө болот. Сонун казыркы гылымий зерттөө натыйжалары сол чөптердин сол ооруга, Б типтүү бауыр кабынуу, вирустук Б типтүү бауыр кабынуу ооруна өзүндүк көмөгүн тийгизетини далилденген. Мисалга сыйыр силекейи дейди, ушкат дейди, сонун менен катар алакат, тагы да ренсин, сонун менен катар кызыл кендир тамыры деген сыяктуу сондай бир нече чөптердин болсо Б типтүү вирустук бауыр кабынуу ооруунда жанагындай бауыр кызметин коргоо, жанагы саргаюуду кайтаруу, денедеги ууту тазалоо сыяктуу ролдор бар экени далилденген. Эndi тагы да айта кететинибиз, бул оору мисалга калай жумдалады, сол жагын айтатын болсак, биринчиси мисалга анадан балага кан жанагындай туут кезинде кан аркылуу өтөт. Бул бир жугумдалуу адис. Экинчисинде мисалга кандын жугумдалуу аркылуу бул оору тарайды. Сонун менен катар дене суюктугуна жанасуу аркылуу бул оору да жугады. Ал энди бул оорудун сол канчалыктуу жугумдалгандан кийин асери сол адамдын жугумдалушунун жасына байланыштуу. Энди кичкене балаларда болсо, эгерде 6 жаштан төмөн балаларда осы вирус жугумдалатын болсо, онда мунун созулмалуу ооруга айналуу ыктымалдыгы өтө жогору болот. Ал энди эресектерде жугумдалуу болатын болсо, 5-10% аралыгында бул оору жанагындай созулмалуу Б типтүү бауыр кабынууга айналуу мүмкүн. Ал эми сол созулмалууга айналгандан кийин 20-30% адамдардын бауыру катуу менен бауыр рагына шалдыктыруу мүмкүн. Бул эми кошумча косуп айта кететін акыбарат. Ал энди сону менен жанагы чөп дарылерди айттык алдында. Осы дарылер жанагы арине ол да дарыгердин сондай чөптерди арине ол дарыгердин жана текшерүүнөн өткөндөн кийин кай чөптү калай кабылдоого болот, ол солай белгиленет. Ал энди үй жагдайында кандай чөптерди колдонууга болот десек, мисалга алакат, сосын жанагы чылан. Мисалга сол экөөнү жууп тазалап, аралаштырып, сууга кайнатып, 1 сааттай жай кичи отпен 1 сааттай кайнатып, үстүнө бир жумуртканы косуп аралаштырып, 15 мүнөт быктыргандан кийин сону тутунууга болот. Таңертең кечке болот. Бул эми сол бауырдун кызметин күчөйтүү, бүйрөктү кубаттандыруу, ошондой максатка жетүүгө болот. Сону менен катар энди мисалы азыктануу жагынан айтатын болсак, өтө майлы еттер тутунуудан сактануу керек. Өйткөнү ол майлы еттер мисалга бауырдун кызметин арттырып жиберет. Бауырга артык ауыр салмак келтиргенден кийин бауыр кызмети алсыз ол адамдарда. Сондуктан ол оорудун кери кетүүнө ыкпал этет. Сону менен катар жанагы аштын тутунуудан, арак тутунуудан сактануу керек арине. Сосын жанагындай кой эти мисалга, кой этиде ауыр бауырга ыстык келет. Энди ол бауырдун кабынуу ол өзү бауыр негизи ыстык агза да. Ал энди кой эти ыстык болгондо ол ыстыкты арттырып жиберет, бауырдун жанагындай кызметине көп салмак келтирет. Сондуктан ону абайлап аздатып тутунган жөн. Сону менен катар жанагындай туздалган мисалга салат узак мерзим сакталатын сондай туздалган жемектиктер тутунуудан сактануу керек. Өйткөнү алардын курамына ар түрдүү химиялык заттар кошулат сактоо мерзимин узартуу үчүн. Сондуктан ол да бауыр кызметин закымдайт одан арман. Сосын эсесине жанагындай кара малдын эти, сосын жанагындай бауырдук жанагындай витаминдерге коректендиретін жемис жидектерди көбүрөөк тутунуу. Сонун ичинде мисалга витамин С курамы көп, апельсин, лимон деймиз, немесе курмалар тутунуу ар түрдүү. Сосын дагы айта кететін болсак, кара зере майы мисалга хадисте айтылгандай, ол өлүмдөн башка барлык ооруга шифа дегендей. Сол максатта сого ниет этип кара зере майы, арине онун таза өндүрүлгөн жанагы Малайзиядагы
таза өндірілген өнімдері бар, соларды талдап тұтынуға болады. Сосын үй жағдайында тағы да мысалға бұған жаңағы гуаша жасау мындай ысқытарақпен ысқылаудың бірнеше точкалар, нүктелері бар. Сол нүктелерді ысқылап беру арқылы да иммунитет күшейтіп, қан айнасын жақсартып дегендей, жаңағы сол белгіленген нүктелер арқылы адам денесінде рефлекс импульс пайда қылып, бұл аурудың жаңағындай жеңілдеуіне көмектеседі, иншалла. Енді бұл көбінесе ол нүктелер көрсететін болсақ, мынау қызыл нүкте, көріп тұрған болсаңыздар, осы қызыл нүкте бар. Сосын арқада тағы да мында бауырдың нүктелері болады, өттің нүктелері болады, көк бауырдың нүктелері болады, осы нүктелер. Сосын алдыңғы жағында асқазанның тұсында мына нүктені жасауға болады. Сосын мен қатар аяқта, тізе жақта, яғни үшінде мынау осы нүктелері бар. Содан кейін бақайшықтың үстінде болады. Мен көрсетіп тұрған, көрсеңіздер, осы нүктелер. Осы нүктелер, көрсетілген нүктелерге осы ысқытарақпен жай ысқылап, біраз қызарғанға дейін ысқылау керек. Сосын аяқтың ең үстіндегі нүктесін, осы нүктені бір 10-15 минут бұндай сәл салмақ жүріп, басу қалау арқылы да осы жүрек бауырдың қызметіне әсер ететін импульс пайда қылып, осылай көмек соғылады. Сонымен қатар жай әрекет жасау керек, ақырын жүру керек деген сияқты. Солай көмектесетін амалдар жасауға болады. Енді бұл ауру осылай тағы да бір күрделі тұстар болғандықтан, кейін тағы да бәлкім толықтырып айтатын жерлерін басқа эфирде тағы да толықтыра жатармыз, иншалла. Егерде видеомыз ұнаған болса, лайк басыңыз, әрі көпшілікпен, жақындарыңызбен, туыс-туғандарыңызбен бөлісіңіз. Сонымен қатар кішкене қоңырауды басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Ауырмаңыз ағайын, келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.